біздің қазақтың елінде үш еміз бар. Бір әйелге, маған, знаете, ол суретке түсті ғой. Мен былтыр Қазақстанға келіп, бүйтіп суретке келіп түсіріп келе жатқам. Сонда маған елес болып көзіме көрінді Қазақстанның иесі. Әдемі келіншек, екі бурым шашы бар. Сондай маған келіншек көзіме көрінді. Екінші маған көзіме көрінді үлкен Ағаулие ата бар. Ең қазақтың қазіргі кішкене бүйтіп нетіп тұрған қазақтың Шопан атасы бар. Сол үш әулие біздің елді ұстап тұр. Үш әулие, үш жүздің басын ұстап тұрған сол кісілер. Бірақ та қазір адам ауысып жатыр, елдің ой ауысып жатыр, халықтың ниеті басқа болып бара жатыр. Поэтому қазіргі көп адамдарға ауырақ қонады, бірақ та оны ұстай алмай жатыр. Көп жастар, көбісі түсінбей жатыр. Қазір Қазақстанның көп аурақтары жерге көтеріліп жатыр да, аурақ ұшып жатыр. Мен соған қатты переживать етем. Біздің елден существуют войны, которые 100 лет, 200 лет их заговаривают, и они хранители земли. Есть хранители кладбищ, есть хранители сокровищ. Наша земля вот так заговорена хранителями. Знаете, елімізді, жерімізді жоғалтып алмасын деп. Сонда 12 керемет бақсылар отын жағып, хранительдер көп қойған ғой шекара-шағарға. Топан су болса да, қатты соғыс болса да, еліміз жерді жоғалтып алмайды деп. Бақа қазақтың елінде сондай аурақтар бар, біздің ел жоғалмайды. Все равно сейчас уходят старые устои и приходят новые. Қазіргі көп жас балдар уже өсті. Не должно быть поколением. Сейчас идет новое поколение ребят, новыми устоями, новыми задачами. И новые. Вот знаете, идет ветер перемен. Ветер перемен в политике, ветер перемен идет в области науки, и ветер перемен идет в области знания. Вообще коронавирус болды, знаете, қай жылғы? 88-89 жыл коронавирус болған, бірақ та басқа болған. Сол кезде, я помню, ол кезде мен студент болып жүргенде, көп адам қайтыс болған, бірақ та оны ешкім коронавирус деп айтпады ғой. Қазір міне, смотрите, 97-96 жыл болған, 97-98 жыл болған. А қазір қаншама жыл өтті, қайтадан бұл ауру келді. Это болезнь была, просто адамдар ол кезде СМИ-да білмеді, айтпады. Осыдан 4 жыл бұрын мен Америкаға бардым. Біз 3-4 экстрасенс Нью-Йоркқа бардық Америкада. Дәу! Тас тұр екен. Сол таста жазылған халық планетада 6 миллиард, көп миллиард адам болып кетті. Только 3 миллиард халық тұру керек деп. Европейцы, азиаттар вообще меньше должны быть. Негрлар вообще кету керек деп. Сондай 5 жыл бұрын біз барғанда, сонда мен қарап там-тамаша болғам. Менің сол кезде бір досым экстрасенс. Сол айтты: Катя, на землю придет война, будет страшная война. С чего ты взял? Посмотри, они пишут, что на земле должно быть 3 миллиарда населения. Откуда они? Значит, соғыс болады деп ше, азиатский мирді құрту керек деп. И тағы да бір нелер жазылып тұрды, что исламды, исламды полностью искоренять дегендей. Но там не написано было так прям ислам искоренять, а надо английша переводында было написано, что вот эта мусульманская вера, она не должна нетпегенге деп. Сонда 5 жыл бұрын біз оны оқып, аны висело Нью-Йоркта бір нелерде, Беверли Хиллз деген жерде, 2 ай.
сосын мы случайно его наткнулись, попали. Сонда біздің ана экстрасенстер айтты, страшная будет смута будет депші. Соны енді қазір біз сондайға келдік. Я думаю, что, знаете, идет какая-то биологическая война. Потому что бұл вирустың несі, қазір тағы да басқа вирус шығады бұл кеткеннен кейін. И 5 жылдың ішінде адамның арасын, как у животных, сильные, слабые стороны будут, ну, реттейін деп тұр, да? Слабыйлар кетеді, сильные остаются. Тереңірек айтсаңыз осы вирус туралы. Мен бұл вирусты білмейді екенмін. Бұл вирусты вообще, оказывается, естуімше, өзімнің болжап көргеніммен, бұл туры Италияда былтыр ылғи пенсионерлар қайтыс болды ғой. Соны сөйтсе Италияның несі үлкен пенсионерлар қарыз болыпты. Көп қарыз болған екен. Қазір кішкене жақсы болды деп звондап маған айтты. Мен ойлаймын, что бұл вирус непростой вирус. Я думаю, что это биологическое оружие против человечества. Бізден қашан кететіні туралы болжамы шықты? Білмеймін, мен енді ойлап отырмын, что биыл ол кетсе, тағы да басқа вирус шығады. В общем, Земля будет 5 лет очищаться. 5 жыл бір вирус кетеді, бір вирус шығады. Одан тағы да бір вирус кетеді, одан бір вирус шығады. Қазір хорошо, что біз бұны білеміз. Бізге СМИ-дан айтады, шықпаңдар, үйтпеңдер, бүйтпеңдер. Қазір бір менингит сияқты вирус келеді, который адамдарға айтпайды. Адамдар көтеріліп, көбісі с ума сходить етіп. Сондай жаман болады, көбісі инсульт болып. Вот адам ауырса, ол 10 күн ауырады. 10 күн ол ауырады. 3 күн температура кетеді. Температурасы кетеді. Өзі адам организмі. Когда земля, когда жер ауырса, адамдарда кризис болса 3 жыл. Помните, 90-х года кризис болды? Қанша жыл мы страдали? 7 жыл. 7 жылдан кейін шыға бастадық. 7 жылдай уақыт кете ма? Да. Ол не то, что мынандай коронавирустың несімен, а экономический кризис, не, қазір просто бәріміз қазір виртуальный ақшаға шығамыз, электронный ақшаға шығамыз, біреуміз байымыз, біреуміз кедейтіміз. Сейчас вот так земля вот так переворачивается. И сейчас мы в таком состоянии. Сейчас богатые могут стать бедными, а бедные стать богатыми. Будет возможность, кто будет в поисках өзінің ақшасына, өзінің дәулетіне, тот будет находить. Молдалар айтады, что ол күнә депші, бірақ та ол истинный палгер болса, қасиеті қонған, терең, сондай кісі болса, почему бы не пойти? Мен көп адамдарға айтам, биыл үйіңді сатпа, биыл налевой периодтасың, ақшаңды жоғалтып аласың деп. А біреулер болады, қасиеті жоқ, ақша үшін, дүния үшін сондай пал ашып, сөйтіп жүреді да, сондай көп. Ондай адамдар енді сол үшін, наверное, мынандай палшыларға барма деп сөйтіп айтады. Бірақ та бұрын біздің қазақтар древние времена, мен өзіміздің қазақтың культурасын үйреніп оқып жүрмін. И Өзбекистанға да бардым. Сол жақта Өзбекистанда маған ұнады. Дервиштер болған екен. Бұрын қазақтарда да дервиштер болған, олар палгерлер болған. Бұрын қазақтардың палгерлері домбырамен сызып отырып айтатын, қобызбен сызып отырып айтатын, таспен сөйлейтін, құмалақпен сөйлейтін. Олар сонда адамдарды, это было, знаете, ол кезде не было же образованности. Палш тоже простой адам бола алмайды ғой. Это у тебя должно быть очень большое сакральное образование, чтобы изменить чью-то психологию за 15 минут. Это, знаете, это как операция мозга. Мозг-то надо вытащить, эти грязные мозги, и заложить хорошим. Поэтому бұрынғы ата-бабаларымыз, біздің қазақтарда ылғи палгердерге баратын. Я Алла тағалам,
киімімізді жусақ жуамыз, денемізді жусақ тазалаймыз, бірақ та сезіммен басымызды тазалаймай отырмыз. Мынандай жаман шіріктен дегенде жаңағы бақсылар бүйтіп отты шашып адамдарды оқып, адамның жаман қасиетін алып шығаратын. Молдалар қазір айтады, ойбай, палшыларға бармаңдар. Бірақ та палшылардың да истинный көп жыл сондай қасиет ұстайтын палшылардың иесі бұрын қазақтардың аға әулие, сара әулие, қара әулие болған. Қара әулие адамның қаралығын шығаратын, адамның несін айтатын. Аға әулие адамға ақ батасын беретін, сара әулие адамның несін беретін, душасын өсіретін. Қазақстанның ақшасы ауса дейін деп тұр. Қазақстанның ақшасының есі кетіп тұр да. Наверное, бізде ақша ауысады, бұйыртса. Бірақ та сразу ауыспайды, бір күнде ақша ауысып кетуге мүмкін. Сосын кейін халқы енді, бірақ та Қазақстанның дәулеті кеткен жоқ. Ортақ валюта деген әңгіме шынға айнала ма сонда? Сондай шынға айналады. Ол әлі еще халық не готов. Біз сотовый телефон, помните, 90 жылы. Бұл бір көп адамда болған жоқ. Ну как? А потом сотовый телефон резко көп болды. Қазірде сондай электронный ақшаларға келеміз біз. Одан кейін Қазақстанда заводтар салына бастайды. Вообще біздің Қазақстан дұрыс өседі, Сингапур сияқты. Поэтому жас балдарға, жас қыздарға, жас азаматтарға англисша үйреніңдер, сондай кішіпейілі болыңдар. Одна улыбка, бір адам жүзіп күліп қараса, 100 есік ашылады. Қабақтарыңды түймеңдер, потому что қазаққа қабақ түйгенге жақпайды. Біздің қазақ еліміздің ата тегіміздің традициясын біз бұрын Алла демейтіміз, Құдай дейтіміз. Менің аталарым айтатын, көк тәңірім деп айтатын. Біз қазақтар свободный халықпыз. Не будьте зависеть от религии. Вообще Ленин сказал, что религия – это опиум для народа. Поэтому хочу қазіргі көп қыздар деген намаз оқып кетті біздің. Ұнамайды, қап-қара киім киіп алған, мынандай арабтардың. Біздің қыздар ондай бізге жақпайды. Бұрын біздің аталарымыз айтатын, қара киме қара басады депші. Сол заттарды ұнамай жатыр. Енді бірақ та біздің халықтың балдары қазір өсіп келатқан, өте талантливый. Но мы теряем корни. У нас уходят наши старые устои. И это очень больно видеть. Вообще біздің қазақ халық сондай свободный халық. Біздің қазақ халық сондай, мынандай жел сияқты, сондай свободный болу керек. Если біз қазір біреулер қатты дінге сеніп, біреулер қатты өзін-өзі байлап, бізге үйтіп ұстауға болмайды. Біздің қазақтың елінің сознаниясында не жоқ, не крепостное сознание. Допустим, орыстарда крепостное сознание. Олар 500 жыл крепостной болып. Біз никогда біреудің құлы болмағанбыз, никогда діннің құлы болмағанбыз, никогда в жизни құл болып өспегенбіз. Біздің өз ішімізде керемет әулиелік қасиетіміз бар, любой қазақтың намысымыз. Сол намысымызды жоғалтуға болмайды. Қазіргі біздің жастар сондай талантливый, бәрі англисша жақсы біліп жатыр, молодцы балдарымыз. Бәрі балдар Россияда, знаете, қазақтар туралы қалай айтады? Очень талантливая, сильная нация дейді. Біз өзіміз сондай талантливый, біздің вообще ата-бабамызға рахмет мен нетем, потому что біздің қазақтың елінің балдарында өзінің бір егеше қасиеті бар ілімге, білімге. И біздің қазақтың балдарына қазіргі ілім іздеу керек, білім іздеу керек. Инемен
жер қазғандай біз ілім іздеуіміз керек, потому что қазіргі заманда ең дүнияда қымбатты ол ілім болады, білім болады. Біз IQ-ымызды көтеруіміз керек, түсіндіңіз ба? Неше түрлі кітаппен, жақсылықпен, неше түрлі музыкальный инструментпен. Никогда не поздно учиться. И в 50 можно пойти учиться, и в 60, и в 70. Қазақтың иногда өлеңдерін естимін, оны елдерге айтып бере алмаймын. Но сондай терең қазақтың нелері. Бір орыстың апасы келеді. Вообще өзі адам келер алдында өздерінің аурақтар алып келеді ғой олар. Солар маған құлағыма сыбырлап айтады. Мен кеш-кешін естимін адамның несін. Ол келер алдында соның иелері келеді маған. Сонда айтады, мынандай балам келе жатыр. Осындай балам сөніп қалды, ошағы сөніп қалды десе, значит, ол кісі өліп қалды. Жаңағы мына баламның жаңағы қолы бос боп бағы болмай, қолы бос боп рука пустая десе, значит, оның бағы жоқ. Мына балам үлкен қарғысқа түсті десе, қара чапан киіп алды. Мен битва экстрасенсовтан өттім 6-шы сезоннан. Бірақта мен еще институт Бехтерева деген институт бар, который қарайды адамның мозг, исследование мозгысының. Сол жерде біз тағы да өттік ең сильнейший экстрасенстар. Это экстрасенсы ведут расследование деп называется. Сол жерде мен үлкен неге өттім. Үлкен неге өттім, сондай экстрасенсы ведут расследование. Содан мені дүния жүзінде халық біле бастады. Қазақстанда, жаңағы Германия, Франция. Мен вообще бұрын Қазақстанды консультировала, қазір дүния жүзін не жасап жүрмін, консультировать етіп жүрмін. Бірақта адамның бағы адамның қолында. Адамның ішіндегі шебірлігінде, адамның ішіндегі талантында, адамның бағы көшпелі. Менің атам бұрын айтатын, балам 3 сәт дүнияда көшет, адамның бағы көшет, уақыт көшет. Сосын кейін 3-ші зат адамның ниеті дұрыс болсын. Адамның ниеті де жаман жерге көшіп, жаман ниет қонса, адамның басына бейнет келеді деген. Содан мен енді ата-бабаларым кезінде бақсылар болған, өте үлкен терең бақсылар болған, отпен ойнаған, суға сөйлеген. Соны ауылда тұрғанда жаңағы керемет сондай қасиеттері. Бұрынғы қазақ адамдар вообще қасиеті күшті болған. Менің атам айтатын, ашаршылық кезінде көп қазақтар ашаршылықтан өлген. Бірақта қасиеті бар адамдар сынбаған. Сонда олардың сондай керемет намысы болған, олардың керемет сондай абыройлы кісілер болған. Ең дүниеде қазақтар айтқан екен, я Алла тағалам, нең байлығымды алсаң да абыройымды алма, жаман тұқым берме, абыройымды кетірме деп айтқан екен. Қазіргі заман 100 жылда бір заман ауысып жатыр. Қазіргі сондай үлкен бір 4-ші измерениеден 5-ші измеренияға земля растет, как жер өсіп жатыр да. Поэтому қазіргі көп халықтың психологиясы ауысады, көп халық көп затқа адасады, көп дұрыс не болмайды. Сол кезде көп адамдар палгерге барғысы келіп, дұрыс задачамды решать етсем екен деп, сондай бақсы, сондай көріпкелді кісілерді іздей бастайды. 20 жыл бұрын мен осы жақта кісі қарап жүргем, сосын кейін бір үйімді бәрін жоғалтып алдым, сөздің шыны керек. Соны 20 жыл бұрын маған ілім іздедім, білім іздедім. Сонда мен бір Острогор Сан Саныч деген бір астролог керемет кісі мені Москваға шақырды. Сол кезде мен битва экстрасенсқа түстім. Потом мен Москвада қалдым, потому что мен Москвада оқып жатырмын. Мен өзі кезінде архитектурно-строительный бітіргенмін.
сол маған мына қасиет қонды да мен бұдан кетіп неге түстім, мынандай палшы болып кеттім. Понимаете, біреулер палшыларды өте теңіз сенеді. Біз палшылар такой адамдармыз, как глубокий океан. Бізде өте үлкен деңіз, ну как большой океан сияқты. У нас сакральные знания, у нас энергоинформационное поле идет на 12 метров. Но мына жақта, когда мен кісі қарағанда, көп адамдар маған келді, бірақ та мен кеш-кешен кісі қарап истощалась, а не могла взять новые знания, новые это. Поэтому мен Россияға кеттім. Россияда мен көп жақсы учительдер кездестім. Өте жақсы кісілер кездестім. Ояқтың ілімі маған көп не берді. Көп мудрость берді, көп жақсылық берді. Поэтому мен қазір могу консультировать весь мир. Благодаря Россияда оқып, потому что әр адамның өзінің бір кілті бар. Сол кілтін мен білемін. Бірақ та өте ауыр адамға айтқанға, біреудің бала сөйлейін деп тұрғанын көрсең, ол деп айтуға болмайды, сен балаң өліп қалады деп. Мен айтам, керемет бір терең ағаш өсіп тұр екен, үш ағашың бар, біреуі сынып кетер ай депші. Мен өйтіп айтпаймын, сенің балаң өліп қалады деп. Содан ол адам өзі түсінеді, но біреудің баласы өледі, сенің үйіңде сондай жамандық бар. Қазір өзі палшылардың өзінің тілі бар. Сол тілін үйрен. Қазір көп адамдар палаш алмай, өтірік айтып палашып, ол өте күнә. Мен Индияда болам, Сати Сай Бабаның басында болдым, Оша деген кісінің батасын алдым, Сати Сай Бабаның батасын алдым. Каждый год Индияда үлкен семинарлар өтеміз. Өзі палгердердің өзінің врачтардың тілі бар, мұғалімдардың өзінің бір тілі бар да, палшылардың тілі де бар. Соны дамуғы керек. Потом әр адамның 33 жақсы қасиеті бар, 72 жаман қасиеті бар. Соны білу керек. Сен адам келгенде, мен уже сразу білем, қандай қасиеті үлкен, а қандай қасиеті кішкентай екен. Бірақ та біздің қазақтың халық сондай әлі етегін кірлеп алмады сондай жаман қасиетке. Әртүрлі проблемамен келеді адамдар. Қазір маған Қазақстанның бір жері ұнамай тұр да, біздің қазақ ер азаматтардың ісі ұнамай тұр. Неге десеңіз, бір мұсылманның көп қасиетінің көп жақсы да, бірақ та қазіргі қазақ ер адамдардың кішкене қалтасына ақша бітсе, жағдайларына жағдай бітсе, 3 баласымен, 4 баласымен әйелдерін тастап, тоқал алып, ана екінші қыздарды тоқал болып шыққан, ойламайды, Құдай-ау, мынау біреудің семьясы ғой. Или мен өзім совет кезінде өскен болғаннан кейін ба, какой-то не жоқ та, кезінде біреу қазақтар айтатын, біреудің ала жібін аттама, қорық, біреудің қарғысынан қорық, біреудің ала жібінен аттама депші. Қазір халық сондайдан, қыздар да, ер азаматтар да содан қорқпайтын болды да, көбісі қыздар тұрмысқа шығып жатыр, жас қыздар, ер үлкен азамат жігіттерге, өзіне сәйкес емес, өзіне тең емес кісілерге сондай үлкен ошибка жасап жатыр жас кезінен. А это ошибка дүнияда сосын кейін өзінің тағдырына керемет үлкен жаман болып келеді. Мен көп ондайды жақтыртпаймын. Жүргіш еркектерді жақтыртпаймын. Қазіргі біздің қазақ азаматтар ондай болмаған. Біздің апам айтатын, ашаршылық кезде, нан жоқ кезде абыройымды сақтаймын. Құдай сақтасын. Екі заттан сақта, Алла тағалам. Ауыздымнан неше түрлі сөз шыққаннан сақта, тәнімді сақта деп сөйтіп айтқан. Қазіргі ер азаматтар ақша тапқаннан кейін тәнімен алпарысып жатыр.
сол ұнамайды маған қазақ. Соны үлкен кісілер, жастар үлкен азаматтар, аға, ата болатын, жас қыздарға үйленіп, жас боламыз деп, сондай жарыстық болып жатыр да бір. Не могут принять свой возраст, не могут принять мудрость. Жас қыздармен үйленіп, бүгін маған бір кісі келді, 70-те, әйелі 25-те. Мана кісі бай кісі, но сондай жараспай тұр да. Ол біздің жас кезімізде аталарымызды айтатын, ұят. Вообще мен палгер болғаннан кейін маған өзі көп зат жақпайды. Біреу жас өлікке барса, қазіргі қазақтың адамдарында жас өлік болып шығып жатыр, адамдарды шығарып жатыр. Сол жерден сорпа ішсем ауырам, тамағын ішсем. Біреулер қазір қарасам пакетпен салып жатады, ұятай. Прям, знаете, айналайын жастар, қашанда жас өлік шыққан жерде, олардың тамағын әкетуге болмайды. Оты үлкен күнә. Мен сондай противпін сондай. Бұрын қазақтар кішкене ашаршылық кезінде, мен мына кішкентай етті бөліп жейін деп беретін. Бірақ та адам өлген кезде біздің апам айтатын. Қазір жас кетсе де, үлкен адам кетсе де, пакетпен кісілер прям талап атады үстөлдерін. Сондай жағамды ұстаймын, мынау не деген сұмдық депші. Бұрын біздің қазақтың халқы ондай болмаған ғой. Қазіргі сондай біздің ниетіміз бұзылып бара жатыр. Поэтому мен енді сондайға против. Мен нем онша үлкен емес, мынандай бағым. Сондай үлкен емес та. Ну, жағдайы бар адамдар келе алады. Жағдайы жоқ адамдар келсе, мен бесплатно қарап берем. Мен өзі таңертең ерте тұра алмаймын. Сөздің шыны керек. Мен сағат 9-ға шейін ұйықтаймын. Сосын кейін тұрып алып, үйде Алия деген қызым бар. Сол қыз екеуміз, менің далада огородым бар, кішкентай Москвада. Соған шығып, кішкене аяқымды жүрем да, былай немен тәпішкемді шешіп тастап жүрем, жалан аяқ. Сосын кейін жұмысқа кетемін. Сосын кейін кешке шейін жұмыс жасаймын. Кешкісінде үйге келіп душ принимать етем или бассейнға барам. Бассейнға барып кішкене дем алып келгеннен кейін мен кітап оқимын, балдар. 2 сағат өмірдің менің кітапта. Неше түрлі кітап оқимын. Сондай менде эзотерический кітаптар. Көп эзотерический кітаптар оқимын, духовный кітаптар оқимын. Сонымен неделю 2 раза жұмада бір лаз художественный школаға барып, қазір неше түрлі картина рисовать етем. Өзімнің сознаниема келген. Қазір Иисуса Христа я нарисовала, до этого я Будду нарисовала, потом разные лотосы нарисовала. Сондай мен өте много занимаюсь қазір рисованием. Потом неделю 1 раз хожу в музыкальную школу. На гитаре учусь играть. Соның кейін қобызға хожу, учусь играть. Вот. В 51 год я всю жизнь мечтала иметь машину. Но у меня не было возможности, жағдайым болмады. Всю жизнь мечтала. Никто мне не подарил, никто мне нет. И вот менің қазір мечтам купить себе машину. И хожу на вождение. И оказывается, как тяжело учиться на вождение. Я закончила 2 института, но я не думала, что маған так тяжело дастся вождение.